Баршаңызға сәлем. Махаббат ешқандай кедергілерді білмейді. Оны біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз дәлелдейді. Жасы, сыртқы түрі және әлеуметтік мәртебесінің айырмашылығына қарамастан, олар бірге. Кайл Джонс пен Марджори Маккул көпшілік алдында шыққан кезде адамдар оларды әжесі мен немересі деп жиі қателеседі. Ерлі зайыптылар 2009 жылы кездесе бастады. Кайлдың өзі жасөспірім кезінде де мойындағандай, ол өзінің құрдастарын мүлдем ұнатпайтынын анықтады. Кейбіреулер Кайлдың бір мақсаттары бар деп күдіктенсе, ал басқалары оның шынайы сүйіспеншілігіне сенеді. Махаббат жасқа қарамайды. Франсуа мен Мадленнің мысалы бұған айқын дәлел. Олар өз одағын Франсуа 96 жасында, ал оның серігі 94 жасында рәсімдеді. Олар Гиннестің рекордтар кітабына тіркеу бөліміне барған ең үлкен ерлі зайыптылар ретінде енгізілді. Эксцентрлік түрі бар адамға өзінің жан серігін табу өте қиын болуы мүмкін. Хьюго мен Габриэле сәтті болды. Олардың әрқайсысында 100 татуировкалар бар. Сонымен қатар, олардың екеуіне арналған 77 түрлі дене модификациясы бар. Соның ішінде 50 пирсинг, 5 жалған тіс, 4 құлақ сақинасы. Ерлі зайыптылар әлемдегі ең татуировкалы жұп ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енді. Габриэла мен Виктордың айтуынша, олар өздерін мінсіз санайды. Ал олардың сүйіспеншілігінде шек жоқ. Актер Вен Тройер мен өзінің ұзақ уақыт бойы сүйген қызы, содан кейін оның әйелі, модель және йога нұсқаушысы Дженевьев Галлен. Әйел тіпті тақасы болмаса да күйеуінен 1 метрден жоғары. Модельдің бойы 188 сантиметр, ал актердің бойы 88 сантиметр. Бұл бақытты бірнеше жылдық некеге кедергі болмады. Алайда, ерлі зайыптылар қазіргі таңда ажырасып кетті. Кейде тағдыр адамдарды бір жерде кездестіріп жатады. Бұл жағдайда тағдыр екі жасты бірдей аттармен таныстырды. Бұл жұп қыз Келли желідегі есімдерінің тізімін зерттеп жатқан кезде кездесті. Өзімен бірдей аты жөні бар жігітті көріп, ол қызығушылық танытты. Және онлайн байланыс басталғаннан кейін 3 аптадан соң онымен кездесті. Көп ұзамай Келли мен Келли үйленді. Өздеріңіз түсінгендей, оларда тегін өзгертуде қиындықтар болған жоқ. Бұл оқиғаға ерекше назар аударуға тұрарлық. Өйткені ол шынайы адалдық пен шынайы сезім туралы. Тайлер Зигел Иракта теңіз жаяу әскерлерімен соғысқа шыққанға дейін қарапайым жігіт болған. Онда жігіттің басына қайғылы жағдай түсті. Оның көлігін жарылғыш заттарға толы жанкешті машинасы қағып кетті. Тайлер жарылыстан аман қалды, бірақ қатты зардап шекті. Дәрігерлер оның бір қолын шынтағына дейін кесуге мәжбүр болды. Екіншісі ауыр жарақат алды. Жарылыс 3 саусағын жұлып алды. Бірақ ең жаман нәрсе оның бетіне келді. Жас жігіттің құлағы, мұрны, ерні түсіп, терісі маскаға айналды. Соған қарамастан сарбаз үйге оралғанда оны әскерге шығарып салған қызы, оның үйлену туралы ұсынысын қабыл алды. Пауло Габриэль да Сильва Барус пен Катюся Лехашино бұл ғашықтар әлемдегі ең кішкентай жұп ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Паулоның бойы 90 сантиметр ғана. Оның әйелі одан 1 сантиметрге ұзын. Олар әлеуметтік желіде танысып, бір-біріне жаралған бірден түсінді. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.